Ойбай, Қытайға бәрін сатып жібердік, Қытайға кіріп кеттік, Қытайға қарызбыз, Қытай бізді жаулап алады. Неге үкімет қарыз алады? Не үшін қарыз алады? Мемлекеттің сыртқы борышы бұл үлкен мәселе. Инвесторлар, шетелдің инвесторлар, олар $100 миллиард салды Қазақстанға. Ал мемлекет кепілдікке не қояды сырттан қарыз алғанда? Неге үкімет қарыз алады? Не үшін қарыз алады? Енді бұлай халықтың бәрі біледі, біздің ұлттық қорда ақша бар деп естиміз. Оның кейін мына золотовалютный резерв дейді, алтын қорымызды, онда да ақша бар деп естиміз. Енді бұлай енді көрінген адамның ойында, менің бұлай сауақылмай ойлағанда айтады, менің үйімде ақша тұрса, неге мен барып біреуден қарыз ақша алу керекпін? Осы жайлы түсіндіріп кетсең. Неге үкімет қарыз алады? Жақсы, менің ойымша осы тақырыпты таңдауларың өте дұрыс. Шынында да мемлекеттің сыртқы борышы бұл үлкен мәселе, бұл күрделі мәселе. Бұл мысалы біз тарихтан білеміз, сыртқы борышты дұрыс басқара алмаған мемлекеттер қиын бір жағдайға түседі. Мысалы экономикалық кризиске түсуі мүмкін. Сондықтан борышты дұрыс басқару ол өте бір маңызды мәселе. Енді жалпы осы сұрақтан бастасақ, не үшін мемлекет қарызға ақша алып жатыр? Ең бірінші жауап оп-оңай. Бюджетте ақша жетпесе қарызға алады. Бұл әсіресе бұрынғы заманда, мысалы 19 ғасырда жиі пайда болатын, өйткені мемлекеттер ақшаны көбінесе соғысқа жұмсайтын. Әрине соғысқа ақша ылғи жетпейтін. Сондықтан мемлекет қарызға ақша алатын сол үшін. Бірақ та басқа екі экономикалық себеп бар. Егер экономикалық теорияға сүйенсек, мысалы мемлекеттің шығындары екі типке бөлінеді. Бірінші, мысалы ағымдағы шығындар, ол мысалы жалақы төленеді, мұғалімдерге, дәрігерлерге, мысалы неше түрлі ремонт бар, анау ағымдағы шығындар. Екінші типі ол инвестициялық шығындар, яғни негізгі капитал құратын шығындар. Оған мысалы не жатады? Мысалы мектеп жатады, аурухана жатады, мысалы компьютерлік құрылғылар жатады, тағы сондай. Жол салу. Инвестициялық шығындардың табиғаты басқа. Ол мысалы мектеп, аурухана салынса, ол 30-40 жыл пайдалану мүмкін сол объект, мысалы салынған объект. Егер біз мысалы сол құрылысқа қажет ақшаны біз салықтан шығарсақ, қазіргі бюджеттің доходын шығарсақ, яғни ол қазіргі жұмыс істеп жатқан адамдардың ақшасын пайдаланамыз. Қазір тұрып жатқан адамдардың пайдаланамыз. Бірақ ол 40 жыл пайдаланады объект. Сондықтан экономикалық теория былай дейді. Ол 40 жыл пайдаланса, сондықтан ол қаражатты, сол мысалы мектеп салынатын қаражатты бір буын емес, 2-3 буын соған жауап беру керек, төлеу керек. Сондықтан мысалы мемлекет 30 жылға қарыз алады, 30 жылдың ішінде сол қарызды өтейді, сол мектепті пайдаланады. Сондықтан бір жағынан әділдік принцип ретінде, әділдік принцип. Бір буынға емес, бірнеше буынға жауапкершілік жүктеледі. Сол үшін қарыз алынады. Қанат, кешірім сұрайын. Маған өте көп бір сілтемелер келеді. Мен кеше ғана Фейсбуктан бір экономистердің жазғандарын оқыдым. Журналистер елеп алып кетеді әсіресе. Мемлекеттің сыртқы қарызы 157 миллиард деген доллар деген мен үлкен қып тұрып цифрмен оны айғайлатып тақырып қойып тұрып жазыпты. Соның кейін мен сол цифрды алып әдейі мына жарнамаға жібердім. Бүгін сағат 4-те мемлекеттің сыртқы борышы жайлы әңгіме болады. Міне мен интернеттен жүрген хабарды салдым. 157 миллиард 700 миллион доллар екен. Ол адам басына шаққан кезде енді 3 миллионнан ба енді сұмдық ақша да. Егер кісі басына шақса теңгеден өте үлкен болады. Ал өзіңнің айтуыңша 16 миллиард сыртқы мемлекеттің борышы солай ғой? Бұл цифрларды енді ойдан шығарған жоқсың, қайында источниктен алдың, соны айтып кетсең. Ресми мәліметтер, әрине ол қаржы министрліктің мәліметтері, статистикалық бюллетень шығарады.
ұлттық банктың мәліметтері, ұлттық банкты статистикалық бюллетень шығарады. Ол жерде ешқандай менің ойымша бір өтірік цифра жазуға мүмкіндік жоқ. Өйткені барлық цифра, мысалы халықаралық ұйымдар тексереді оны. МВФ бар, Әлем банкі бар, көптеген ұйымдар бар. Қазақстан бір жалғыз бір аспандағы мемлекет емес. Біз 180 мемлекеттің ішінде бір мемлекетпіз. Соны бақылайтын, тексеріп отыратын көп ұйымдар бар. Сондықтан мына цифрларды тексеретін адамдар көп, шетелде де көп адамдар. Өйткені не үшін қажет ол да? Мысалы бір не өсек аян үшін емес да, ол ең негізгі информация кімге керек? Инвесторларға. Оларға білу керек. Қазақстанға ақша құюға бола ма, жоқ па? Ол диванда отырған адам айту мүмкін, мына өтірік, мен сенбеймін. Ол ештеңе жоғалтпайды да, содан диванда отырып. Инвесторлар, шетелдің инвесторлар, олар $100 миллиард салды Қазақстанға. 320 миллиард доллар келді Қазақстанға, мысалы. Ол бір кішкентай бір ақша емес. Ол $300 миллиард долларға жету, ол өте оңай емес. Бұл қазіргі заманда. Қарыз алған кезде біз білеміз ғой, кепілдікке бірдеңке беру керек. Мысалы, банкіден қарыз алсаң, не көлігіңді, не үйіңді деген сияқты. Ал мемлекет кепілдікке не қояды сырттан қарыз алғанда? Не іштен қарыз алғанда? Мемлекет қарыз алғанда, шын айтқанда, ешқандай кепілдік талап етілмейді. Ол халықаралық практика сондай. Жалпы мемлекет өз активтерімен жауап береді, солай есептелінеді. Бүкіл актив бюджеті бар, мысалы резерві бар, мүлік бар үкіметте. Сол барлығымен жауап береді. Бірақ конкретно мысалы келісім шарттарда мысалы қандай кепілдік жазылмайды, кепілдік берілмейді. Ондай практикада ондай жоқ. Ол компанияларда ол болуы мүмкін. А мемлекет кепілдікке нақты бір нәрсе, нақты бір объект бермейді. Ол барлық немен жауап береді. Мына тәжік ағайындар Қытайдан қарыз алыпты, бір 10 миллиард деді ме, соны қайтара алмағаннан кейін мына Таулы Бадақшанның біраз жерін Қытайлар әскерін кіргізіп, жерін тартып алды деген ақпараттарды мен көп оқыдым. Сол қаншалықты рас, Қытайлар неге оның жерін алады егер кепілдік бермесе? Тәжікстан туралы мен нақты информация білмеймін, айта алмаймын, қалай ол болып жатыр. Бірақ менің ойымша Қазақстанның жағдайы ондай емес. Қытайдың алдында біздің қарызымыз $10 миллиард. Соның ішінде 5 миллиардтан аса ол кәсіпорындардың қарызы, үкіметтік емес. Мемлекеттік емес, ол кәсіпорындық, Иә, кәсіпорын 5 миллиардтан аса. Қалғаны ол үкіметтің қарызы. Менің ойымша ол 5 миллиард төмен доллар, ол ондай үлкен қарыз емес. Ол мына басқа егер нені қарасақ, қай елдерге біз қарызбыз, ол Қытай 5-ші орында тұр. Мысалы Нидерландыға біздің қарызымыз $45 миллиард. Ұлыбританияға $24 миллиард. Сондықтан Қытай 1-ші орында тұрған жоқ бұл жерде. 5-ші орында $10 миллиард ондай үлкен қауіп туғызбайды менің ойымша Қазақстанға. Біздің көп журналистер әсіресе ойбай Қытайға бәрін сатып жібердік, Қытайға кіріп кеттік, Қытайға қарызбыз, Қытай бізді жаулап алады, әне басып алады, міне басып алады деп дүрбелең туғызып, халықтың ұйқысын бұзып, тәбетін бұзып қойды да, соны айтып жатқаным ғой. 28 жыл тәуелсіз Қазақстан өмір сүріп жатыр да. 28 жылдың ішінде бізде ешқандай дефолт болған жоқ. Мысалы, ол үлкен бір жетістік, оны көп адамдар түсінбейді. Мысалы, біздің көршімізді алайық, Россияны алып мемлекет, алып бір империяның мұрагері. Бірақ 98 жылы сол мемлекет борыш дұрыс басқара алмай, үлкен бір кризиске ұшырады. 98 жылдың август айында дефолт, оны елдің бәрі білетін шығар. Мысалы, валюта ол кезде Ресейдің рублі 3 есе құлады бағамы, долларға шаққанда 3 есе. Сондықтан менің ойымша Қазақстанның тарихы өте о жағынан жақсы. Қазақстанда менің ойымша сыртқы борыш дұрыс басқарылып жатыр. Осы барлық жылдар бойы үлкен маңыз беріліп жатыр үкіметтен.
Мысалы мына кестеде не көрсетілген, сол қауіпсіздік параметрлері. Өйткені мысалы борышпен уже 100 жылдан бері барлық мемлекеттер айналысып жатыр. Уже сол практикадан сондай параметрлер, қауіпсіздік шегі деп мен жаздым. Қандай параметрден аспау керек сыртқы борыш. Мысалы мемлекеттік борыштың ана жалпы ішкі өніміне қатынасы 50%-дан аспау керек. Яғни мемлекеттік борыш жалпы ішкі өнімнен жартысынан аспау керек. Қазақстанда ол 10%-дан төмен. Яғни біз төмен тұрмыз. Біздің жалпы ішкі өніміміз қанша? ВВП дейміз ғой енді борыш. ВВП ол 180 миллиард доллар. Біздің қарызымыз 16 миллиард, да? 16 миллиард, примерно 9,4%-да көрсетілген. Яғни біз 50%-ға дейін жеткен жоқ, біз жетпейтін шығармыз деп ойлаймын. Енді екінші позиция. Ұлттық банкның халықаралық резерві ЗВР 3 айлық импорттан аз болмау керек. Минимум 1 деп көрсетілген қатынасы. Яғни импорттан аз болмау керек. Қазақстанда бұл қатынас 3-ке тең. Яғни ол да біз қауіпсіздік зонада тұрмыз қазір. Импорт жағынан. Импортқа ақша жетеді. Біздің резерв қанша халықаралық, біздің ұлттық банктың резерві? Ұлттық банктың резерві 30 миллиард доллардай. 30 миллиард доллардай бізге 3 айлық импорт емес, 9 айлық импортқа жетеді. Үшінші позиция. Сыртқы борыш экспортқа қатынасы. Ол, яғни сыртқы борыш экспорттан 2 есе артық болмау керек. Сондай параметр бар. Бізде қазір Қазақстанда 0,9. Біз ол шектен біз шыққан жоқпыз. Төртінші позиция. Пайыздық төлемдер, жалпы пайыздық төлемдер сыртқы борыш бойынша экспортқа қатынасы 20%-дан аспау керек. Бізде 10,7%. Онда бізде де бір запас бар да, екесе. Соңғы позиция халықаралық резерв, ол қысқа мерзімді сыртқы борышқа, жалпы Қазақстан сыртқы борышына. Ол аз дегенде 1-ден төмен болмау керек. Бізде 3-3 қазір. Сондықтан бұл параметрлер ол жалпы халықаралық ұйымдар соны қабылдады. Сондықтан біз барлық параметр бойынша Қазақстанның жағдайы жаман емес. Осын пайдаланып. Келесі? Дұрыс. Келесі, мұнда бір айтатын нәрсе, жалпы қазба байлықтарынан Қазақстан әлем бойынша мысалы 9-шы орында тұр. Әрине ол біздің ата-бабаларымыздың арқасында болып жатыр, бірақ бізге бір нәрсені түсіну керек қазір. Мұнай болсын, руда болсын, ол қазіргі заманда қаншалықты болашақта қажет болады, ол түсініксіз. Қазіргі заманда, жаңа заманда біз тек қана осы біздің шикізат экономикамен өмір сүре алмаймыз. Енді бізге білім керек, білімділік керек, ғылым керек. Сондықтан менің ойымша осындай, мысалы, даже осы каналда осы іске өз үлесін қосып жатыр менің ойымша. Өйткені бәрі үлкен іс бір қадамнан басталады. Сондықтан біздің халқымыз сауатты болса, бір сондай алып қашпа әңгімеге сенбесе, оның өзі үлкен жетістік. Бірақ ең бірінші бізге білім керек, білім. Басқа жол жоқ. Менің Аманжан Жақып деген бір үлкен ағам болды, дос болдық. Мына Шығыс Қазақстанда Мақаншынікі 70-ке келіп қалған. Сол кісі мен мұнай жайлы бір әңгімеміз болғанда, сол кісі бүйтіп айтты: мұнайды қазір шығарып сату керек. Кейін ол тезек сияқты болып қалады. Басқа бір энергия шығады. Ол кісі ақын, немеден хабары жоқ, бірақ түйсігі бар да, айтады: мұнайың кейін керек жоқ болып қалады. Қазір алып сатып, соның ақшасына завод, фабрика салу керек деп, осыдан бір 10-15 жыл айтқан. Соның кейін мен шешем айтады: ана Аманжан ағаларың әулие екен ғой деп. Үлкен кісілер болса да, ол кісілер кішкене сау ақылмен айта алады да, түйсік бар дейді ғой қазақша.